Ауданымыз тұрғындарын бұқаралық спортқа тарту және оны дамыту басты мақсаттардың бірі болып отыр. Аталған бағыт бойынша 2022 жылы қандай жұмыстар атқарылды? Алдағы жылға қандай жоспарлар түзілуде? Тілшіміз тарқатсын. Қазіргі таңда ауданымызда спорт саласы қарқынды дамып келеді. Мысал айтар болсақ, аудан аумағында мемлекеттік және жекеменшік серіктестік аясында ашылған мектептерде 6000-ға жуық оқушы спортпен тұрақты түрде айналысуда. Ал жеке кәсіпкерлердің бастамасымен ашылған 48 спорт үйірмесінде 7000-ға жуық жасөспірім дене шынықтыруда. Ал нәтижеге келер болсақ, ауданның осы жас спортшылары бірқатар облыстық, республикалық және халықаралық сайыстардан жүлдемен оралған. Өткен 2022 жылы ауданның дене шынықтыру спорт саласында біршама істер атқарылды, және де біршама жетістіктерге жеттік. Біздің аудан спортшыларының облыстағы, республикадағы жетістіктері біршама айқын жетістіктері бар. Оны саралап өтетін болсақ, жалпы аудан спортшылары әлем кубогынан бір алтын иеленіп келсе, сонымен қатар Азия чемпионатында 2 алтын, 2 күміс, 3 қола иеленіп келіп отыр. Сонымен қатар Қазақстан чемпионаттарынан 5 чемпион шықты, әр түрлі спорт түрлерінен. Халықаралық жарыстарында жеңімпаз болып келген спортшыларымыз бар. Әрине, бұл бағытта жұмысты жандандырып, бұдан да жоғары жетістіктерге жетуге әрекет жасайтын боламыз, Құдай қаласа алдағы уақытта. Ауданымызда тек жастар мен жасөспірімдер ғана емес, 40 жастан асқан ардагерлеріміз де спортпен тұрақты түрде шұғылдануда. Олар да жас ерекшелігіне қарамай облыстық және республикалық жарыстардан жүлдемен оралған. Нұржан Ағментаев алдағы жылда ардагер спортшылардың санын арттыру жоспарда бар дейді. Былтырғы 22 жылы облыстық спартакиада өтті. 40 жастан асқан ардагерлердің, 50 жастан асқан ардагерлердің арасында Сарыағаш ауданы сол жалпы командалық есепте бірінші орынға ие болды облыста. Ол жерде атап айтар болсақ, кіші футболдан, жаңа өзіміз айтып жатқан кіші футболдан біздің ардагерлеріміз бірінші орынға ие болды облыста. Сонымен қатар қазақ күресінен Төреқұл Әлжан ағамыз өз салмақ дәрежесінде чемпион атанды. Тоғызқұмалақшыларымыз бізде 17 дүркін Қазақстан чемпионы ардагер спортшымыз Ілес Ашимов деген ағамыз бар. Ол кісі сонымен қатар Мабетали Бақтияр ағамыз, Талифова Айгүл апайларымыз тоғызқұмалақтан өзінің чемпион болды. Жалпы командалық чемпион болдық. Сонымен қатар республикаға Орал қаласында өткен чемпионатқа қатысып, тоғызқұмалақшыларымыз жүлделі 2-ші орынға ие болды. Шахматшыларымыз 2-ші орынға ие болды. Футболшыларымыз 4-ші орынға ие болды. Және де қазақ күресінен Әлжан ағамыз барып, өз салмағында 2-ші орынға ие болып, жақсы жетістіктерге жетіп келді. Ал 2023 жылдың жоспарына келер болсақ, спорт саласында атқарылатын жұмыс көп. Солардың ішінде бірнеше елді мекеннен спорт кешендері мен алаңшаларын салу, тұрғындардың спортпен айналысуына жағдай жасау басты мақсаттардың бірі болып отыр. Біз жеткен жетістіктермен тоқтап қалмауымыз керек, одан да жоғары жетістіктерге жетуіміз керек. Спорт дене шынықтыру бағытында біз алдағы 23 жыл, алдымыздағы 23 жылы жалпы шұғылданушылар санын президенттің тапсырмасына сәйкес 42%-ға жеткізуіміз керек. Қазіргі таңда біз 39-40%-ның төңірегінде болып тұрмыз. 23 жылы спартакиадалар, облыстың салыстырмалы түрде өтетін спартакиадалар бар, оның рейтингі шығады. Сол жарыстарға да қазіргі кезден дайындықты бастап кеттік. Барлық спорт түрлері бойынша аға жаттықтырушыларға жоспарлар, тапсырмалар беріліп, жоғары жетістіктерге жетуге жұмыстарды бастап кеттік уже. Айта кетейік, 2022 жылы ауданымызда 170-тен астам спорттық іс-шара ұйымдастырылып, оған 40 мыңнан аса адам қатысқан. Ағымдағы жылы олардың санын арттыру жоспарлануда. Хуснидин Хасанұлы, Ерлан Сәрсенбеков, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.